Қазақи киіммен, оюмен бүйтіп атып шықты да квенімізді бастаймыз деді ғой. Қауесеттер бойынша ол Ван Дамды ұтатын адам ғой төбелескен кезде. Бірақ оның төбелесін ешкім көрмеген. Азарды, Куртуаны былай түсірдім ғой. В общем, мен бір типографияда істедім да. Принтер болып десе. Ал біздің каналымыздың тұрақты көрермендері Тұрақты көрермендер дейтін ба? сағынып келесі выпуск қашан деп едіңіздер, міне жеттік. Бүгін бізде қонақта бұлар енді ютубтың корольдары, ютубтың майталмандары, ютуб әлемінің әйтеуір патшалары келіп отыр. Бүгін бізде қонақта Нұрмахан, Дархан, Данияр есімді талантты, жан-жақты қалай айтсам екен, ой өрістері басқаша, ойлау қабілеті, ойын жеткізуі, барлығы кәдімгідей бізді тәнті ететін азаматтар келіп отыр. Қош келдіңдер. Болған оқиға подкасты. Бұл жерде астасып баратқан ештеңке жоқ, бірақ бір баста талабымыз бар. Бұл жерде мүлдем боқтауға болмайды. Бірінші талап. Екінші талабымыз ойдан құрастырылған әңгіме айтуға болмайды. Тек қана шынайы өмірде бастарыңыздан өткен немесе жақындарыңыздың басынан өткен оқиғаларды айтуға болады. Мектепте, универде, КВН-де, съемкада, КВН-де, отбасылық өмірде, достардың арасындағы и саунадағы. Оны боқтай беруге болады. Саунадағы сол как раз біздің тема екен. Бізді ол жаққа жиі заказать етіп тұрады. енді бұл жерде Закрытый вечеринка. Солай сұхбат етеміз. Көшеде болған жағдай. кім бастайды? Жігіттер? Мен бастай салайын. Басында ұстап қалатын әңгіме керек қой ютубта да. Сол үшін Онда мен ютубтың бастамай қай әңгімесін бастаған дұрыс? Бір сағат болады, қай жерінде ұстайтын? Өткізіп отыр ма? Бұлар немен ұстап қалысымен тұр деп пе? Қош сауыңыздармен бітіп жатыр. Дұрыс айтады. Негізі алғашқы бар ғой, где-то бір 7 минутта ма 5 минутта көрермен сол жерде шешім қабылдайды, мен ары қарай көрем ба көрмеймін ба деген сияқты. Себебі ана ең қызықты оқиған 57-ші минутта болса, оған дейін шыдамайды. Сол себепті 57-ші минутқа Онда мына выпуста уже кетіп қалды ғой көрермен. осы жерге дейін тыңдап Бұлар отырмыз. әлі әңгімелесіп отыр ғой. Бұл жерде енді заставить етуіміз мүмкін халықты. Көрші деп жатыр. Тәуекелге барып көрейін онда мен. Давай. Баста. Осыны көріп жатады да Райымның клипіне кетіп қалсаң. Жашке деген. Реклама шығады ғой. Пропустите енді баспайды. Райымның клипін монтажердің өзі қойса еще ортаға. Хотя бы осы жерде қызық болсын деп. Реклама емес ол. Өзі қойған. Райым звондаса. И тайм-кодқа жазып ұстайтын жері де. Өзі 2 минут қой клип. 2 минут қойып. Ары қарай еркендігін біраз насар жеп қойып жасап. Еркен баласын көкнекпен тарта берген жан деп сөйтіп қояды. Бәріміз енді ауылға Бала болғанбыз. Иә, ауылға немесе қалада тұрсақ ауылға барып тұрдық. Немесе ауылда өстік қой. В общем, мен қалада тұрып ауылға барып отыратын адамдардың қатарынамын. Бізде былай болады, туған ағам бар, Ерлан деген. Мектеп кезінде былай болатын. 25 мамыр соңғы қоңырау, 26 күн біз таксида болатынбыз ғой. Таңертең сағат 8 уже ауылға жіберетінбіз 3 айға. Бірден ағашылар жаққа жібереді. И өз жақтарың емес. Нағашылар жақтарын жағдайы жақсы болды ма? Жоқ, ауылда тұрды ғой кісілер. Сол үшін сол жаққа баратынбыз. И біздікі сияқты екен. Менде де сондай болған. Нағашылардың қолында өстік қой біз кішкентай болғанда. Сосын енді ауылға жыл сайын барған кезде әр жазда бір жаңа тренд болады ауылда, жастардың арасында. Бір жыл бәрі футбол ойнайды жаз бойы. Келесі жыл болсаң асық болып кетеді. Бірақ сол футболисттер десе. Иә, сол құрам өзгермейді. Формамен. Бутсимен. Баскетбол болды бір жылдары. Жоқ, сені просто мен ойлаймын андай ауылға қызықтыру үшін әртүрлі программа жазып қоятын нағашылар. Енді мүмкін ондай да болған шығар. Ауылдың жастарында жыл сайын енді жазда қызығушылықтар ауысып отыратын. Соның бір жазында ауылда хит болған емне жаңағы айналысатын нәрсе ол карта болады ғой. Тринка дейтін ойын бар. Семейде ол хит болды. Бізде ұлттық ойын ол. Бура дейді, әртүрлі варианттар бар. Бізде тринка болды сол ауылда. 3 карта таратады, 8 адам ғана ойнай алады ғой максимально.
біз ауылға үш барсақ картамен ба? иә Тренингда Сегіз тренингда адам, үш картамен. адам ғой. Мыналарында Алты төртеу, адам мыналарында ғой. үшеу отырса. жоқ ол кезде ана 6-лық 7-ліктерді алып тастайды в общем бір Қалған бәрі картаны қалады. таратқан кезде 24 карта ғана қалады и 8 адам ғана тарата алады. Сол карта ауылда хит болып жатыр біз барсақ. Енді ауыл жерде енді ақша жоқ қой көбінде. Бәрі шиге ойнайды ғой. Ши тігеді. Сіріңкенің шиі. Спичка. Спичка, иә. Бір ши ойнайын десең, бір ши қоясың, таратады, 8 ши жатады. Ары қарай сөйлеген келсе, бір ши дальше деген сияқты. Сондай ойын. Оның сосын соңғы ойын біткеннен кейін не істейді? Биткоин қостыра ма? Сайтқа кіресің, spички.kz дегенге кіресің да. Каспийдің ақшасы. Бір ши деп тегітеп көресің, ол шықпайды. Одан кейін енді ауылда сол хит болып жатқан кезде енді ол картаның азарт болған соншалықты кейбір отбасыларда әйелі мен күйеуі ұрысып жатады. Ши жоқ өйткені. Газдың басында әйелі бүйтіп тұрған таспен. Жаға алмай. Шын айтамын, ауылда көрші үйлерде прям әйел мен күйеуі ұрысатын, өйткені күйеуі бүкіл сіріңкені картаға салып тастаған. Значит, бір ши магнаты бар ғой ол ауылда. Иә. Одан кейін енді бұл түсіндіңдер иә, бұндай хит болып жатыр. И ауылда бізде жыл сайын барған кезде бір братан болады. Ол енді мектепте оқиды, біз барамыз. Ши заводы. Әр барған сайын братандар ауысып отырады десе. Жоқ, ол енді старшак қатты төбелесетін біреу болады ғой. Біз енді 4-5 класста барып жүрген кезде ол 8 оқиды, келесі жылы 9 оқиды. Ол қауесеттер бойынша ол вандамды ұтатын адам ғой төбелескен кезде. Бірақ оның төбелесін ешкім көрмеген. Ешкім рисковать еткісі келмейді ана шеголдардың ішінде. Сонда братан бар, короче, футбол ойнаса, аяқтан теуіп ойнайды, сен оны үндемейсің деген сияқты. И ауылдағы жаңағы картаның 3 түрлі кругы бар ғой. По крупному ойнайтындар бар. Олардың комдары 20 и 10 шиден ойнайды. Бәрі ши ма, үшеуі де? Ши бәрі, ши. Сіріңке ғой жаңағы. Сіріңке де. Иә, сіріңке ғой. Екінші кругта там бір коны 3 шиден ойнайды сіріңкеден. Сіріңке дейтін қорап болып кетеді, ши деп айта берейін. И біз шиголдар бір шимен үйден карта ойнау үшін бір пештің жанынан бір 4 ши ұрлап кетесің де, рисковать етесің ғой, бір-екі кон ойнайсың, ұтылып қалсаң, жарайды деп тұра беретін. И жаңағы ауылға мал келген кезде кешке жақын өрістен бір питак бар. Где-то 6-7-ге таман келсе, 2:30-на примерно 3-ге таман обед шыбап бәрі сол жерге жиналады ғой, картаға. Біз тек қана қарау үшін барамыз. Madison Square Garden сияқты. Иә, анау Лас-Вегас қой, казино ғой, ауылдың казиносы. Біз енді кішкентай болғаннан үлкендердің емесіне ойындарын қараймыз ғой, олар андай 6-7 қораппен келеді ғой, андай фишкамен отырады ғой казинода. Иә, бүйтіп отырады, короче. И әр ойыншының өз стилі бар. Андай бір очки отыратын Наташка болады. Андай кепкамен аузында ши бар дейтін сияқты бар ғой. Уже қоныққандар. Бүйтіп отырып лақтыра салуы мүмкін. Ебана, подбирать етіп бір күн ойнап кетесің дейтін бар. Реально сондай. Бізге олар кәдімгідей миллионер сияқты көрінетін. Шалдар бөлек ойнайды. Олардың ана блеф ұстайды, біреу кругқа кірсе басқа весовая категория. Иә, оларға ешкім бармайды. Өздерінің ойнайтын 8 ойыншылары бар. Жаңағы біздің қорқып жүретін вандамды ұтатын жігіт, ол екінші кругта ойнайды әніру. 3 шиден, 5 шиден по крупнуға бармайсың. И бір күні жаңағы старшак дейтін жігіт братан ғой енді. Шалдармен ойнам деп шешеді ғой. Ертемен шалдармен ойнаймын, еш дейді ғой. Ауылда біз енді шиголдардың арасында жаңағы слух кетеді ғой. Ана отморозок шалдармен ойнайын деп жатыр дейді ғой. Мынау кәдімгі Трэш-ток болып отыр ғой. Қайрат Реалмен ойнайын деп отыр. Иә, от сонда енді кішкентай ауыл ғой. Ары кетсе бір 30 үй бар ма екен. Басқа айналысатын нәрсе жоқ, әңгіме жоқ басқа. Сосын барамыз, анау екі қораппен кіреді ғой жаңағы жігіт. Шалдар бүйтіп менсінбей отыр. Біреу просто ойнасын деп орнын береді. Ана братан ойнап жатыр, короче. Шалдар просто издеваться етіп отыр. Ол не твой уровень, дорогой деп отыр ғой ана шалдар, в общем. Сосын келеді де, бір жарты сағат ойнадым, ойнаған жоқ па? 2 қорап жаңағы сіріңкесін ұтылып қалады ғой. Типа андай шалмен жаңағы емне қалады? Вандам қалады. Вандам уверенно, типа полностью all-in деп бүкіл нәрсесін қой, сіріңкесін қояды да, ашылады 3 король дейді, короче. Зор ғой. Иә, шал тұрады да. Негізі қатты ма ол? Типа 3 Иә, оны 3 тұз ғана ұмытады. Шал тұрады да 3 тұз ашады ғой, короче. Банжа дейтін звук кетеді ғой, в общем, бүкіл жерде, бүкіл ауылға естілді ғой. Камера каждының эмоциясын алып тұр ма? Кимена сияқты қояды ғой.
И звуковой сопровождение де бар. иә бүкіл ауылға естілді жаңағы деген нәрсеміз. И біз қарап тұрмыз ғой, біз ойлап тұрмыз, мына Ван Дам жайдан жай беріле салмау керек. Ты че уже анау түрінде жынданып тұрған көрініп тұр, короче. Не істейді екен деп эмоциясына қарап тұрмыз ғой. Тұрады да жылай салады ғой анау. Видеоларын ұстап та сіреңкемді қайтар деп, короче. Сөйтсе ана үйінде тұрған екі қорапты алып кеткенде өзінше ойнамақшы болған. Енді ол біз үшін үлкен адам болса да ол үйдегі бала ғой. Жылайды. Ана шалдар қалжың да мүй жарайды ме деп екі қорабын қайтады. Болды, ар ойна дейді де, шығарып жүреді ғой. И жаңағы братан деп жүрген, қорқып жүрген адам абырой құлайды ғой көз алдында. Жылап қалады. Біздің ойымызда ол енді біздің фантазиямыз жылау білмейді ол адам. Қатыгез деп ойладым. Қатыгез, ты че? жоқ, ол тек сіріңке дегенге жылайтын болса. Басқа нәрсеге Туристер жыламайды. айыптайды сені. Просто сіріңке дейсің, жылап қалды сразу. Сондай оқиға болған. Өте күлкілі ғой. Иә. Жоқ, мына оқиғаны деп ойлаймын. Ван Дам дегеннен. қуанатын да өкінетін де жағдай бар екен. Өкінетін то, что ол кезде камералар болмады, иә, мына телефонда. Қуанатыны сен сияқты адамдардың есте сақтап қалған да әр сәт. Мынаны көреді ғой ертең сол жігіт мысалы. Бә, Сол ол- братан ғой деп айта бергені сол үшін ба? Жоқ, ол ауыл қазір бар ғой, айтпақшы, мен осы жазда барып қайттым. Уже 6 үй қалған. Жаңағы где-то 30 үйден. Бәрін картадан ұтылып қалған ба? Бәрін сіреңке. Үйді түк жіберген. Үйттік жерге несе не имеешь права ол ауылда қалуға кетіп қалдың ғой. Ол адамдар 5 шалшы бала Ван Дамға қалса. Әлі карта ойнап отыр ма? Бірақ Ван Дамда өзі спичкілер көп. Ана бесеуі де алды үй қалды деді ғой. Алтауы да әлі бір-бірімен берілмей келатыр ше. Көшіп кете алмайды ана ауылда, короче. есесін жіберіп қоямын деп па. Отыграюсь дейтін теманы. Соңында бір үй қалған адам, короче, болды ғой. Бәрін көшіріп жібергенсің ғой деп. Ауылдарда қазір сол жүрегің ауырады негізі. Бәрі қалаға көшіп кетеді екен. Тек қана мал ұстайтындар ғана қалыпты. Негізі сөйтеді. Иә, бұл ностальгия сияқты бір футбол ойнап айтып бүйткім келеді. Жастар вообще жоқ. Сондай. Так что братан, сен көріп тұрсаң, даже атын айтқан жоқ, білмейтін де шығар ол. Ойлашы, ол өміріндегі ең ұялатын бір оқиғасы осы болса. Оның ба? Мен сол жарасын аш жеріп тұрсам ба, тұз сеуіп бүйтіп. Сол картаны біз ауылдан үйреніп келеміз, ағам екеуміз. Двордағы балаларға үйретеміз ғой. Өйткені бізде уже организм требовать етіп жатыр карта ойнауды, уже азартқа кіріп кеткенбіз ғой. Двордағы енді бүкіл таныс балаларға үйретеміз жаңағы. Ол кезде тағы да ақша жоқ, бірақ та емне бар. Покемонның фишкалары болушы еді ғой бұрын. Иә. Фишка ойнайтын болдық. Оны бірақ дүкеннен барып сатып аласың. Бір фишка 1 теңге тұрады деген сияқты. И дворда ойнаймыз, күн суытқан кезде уже подъезде отырып бастадық қой. Подъездің ана бірінші и екінші қабаттың ортасында бар ғой. Сол жерде отырып ойнаймыз. И бір күні бір жігіттің папасы Салынып жатсыңдар ғой. Иә, фишкаға ойнап жатырмыз до конца. И бір жаңағы ойнап отырған бір баланың папасы келеді. Кір үйге деп кіреді де. Не істеп отырсыңдар сендер дейді. Бүйтіп шошып кетеміз, короче. Жай карта ойнап отырмыз деп. И мен андағы тринка ма дейді ғой. Иә дейміз. Қаншадан болып жатыр ком дейді. Ол да ойнап отыр ма? Міне тура солай болды ғой. Менде фишка Қаншадан үй болып бар жатыр? Біз айтамыз, фишка ойнап жатырмыз. Фишка қанша тұрады дейді. Біз айтамыз 1 теңге десем, и менде міне 50 теңге бар. Давайте 50 фишка беріңдер маған дейді де. Сол жерде обмен жасайды. И ана аға жаңағы кісі ұлымен бірге бізбен салынып кетеді ғой. И Не деген Келесі күні соның үйін ұтып алып, үйде отырып залға. жаңағы сол кісінің неме өзге Жоқ, ертесіне ана кісі звондап, ана кішкентай балаларын шақырып алған үйіне. жеңгелерін тамақтайын. Жеңгелер тамақтайын қой келді. Анау бар еді ғой. Әйелі келіп ұрсатын ше. Неменеге карта ойнай бересің сен, ана мынау десе. Аяқтама, енді бұл біздің үй емес дейтін жүресің. Сосын ана кісінің біздің ойындағы өзгерген нәрсесін айтқым келіп тұр да. 50 теңгемен келеді, ұтылып бала салады. Айтады, мына фишка бәрі не серьезный нәрсе дейді де, 1 теңгелікті алып келеді бір жақтан. Көп 1 теңгелік. Монетизировать етті ғой. Иә, ол келеді де 1 теңге, кон 1 теңгеден болады да сөйтіп Көтерілмеймін ше. фишка шығып кетеді де біз чисто 1 теңгемен ойнап кеттік қой. Но сосын енді күн суыт айтып бүйткеннен қойдық қой. Жалпы Бізге онда азарт дейтін өте қауіпті нәрсе негізі. Бізге біздің ауылға соның уже дамыған түрі келген ғой, уже доллар сразу. Доллар. Уже апгрейдтен өтіп. Апгрейд. Тамаша. Қазір биткоинмен ойнайсыздар ма? Ауылда. Көзге көрінбейтін ақша Қазір бар. ол шалдар жоқ десе. Мен ақ қалдым десе. Давай өлік ойнайсың ба?
доллар уже қызық емес, давай өлімге кім до конца тұрады. Менде шамалы халықаралық оқиға бар, бірақ Астана қаласында болған. Мен енді футболдың фанатымын. 2019 жылы Қазақстан мен Бельгия ойнайтын болды. Мен как раз андай экшн камераға влог түсіріп жүргем. Мен ойладым да, мына жерге Мен как раз фишка жинап жүрмін. жинаған фишка камера алғам. Сонымен мынаны түсіру керек деймін, в общем. Сөйтіп, федерацияға хат жазам. Олар айтады, сәлем деп. сәлем федерация. Қалай істеп жатсың? Мен влог түсірем. Олар айтты, бұл вообще УЕФА-ның темасы, бізге Біз тем более дзюдо федерациясымыз. Футболда хабарласшы. хотя бы біліп алсаң, қайда жазарым. Сюда? Құлақтар бұны да сып қалғандар, ана оқып отырған әріптеп бүйтіп. Лупамен бүйтіп. Сонымен, жақсы деймін да, УЕФА-ға хат жазам кәдімгідей. Өзім немді ютубтың ссылкасын жіберем. Ағылшынша? Иә, ағылшынша хат жазам. Осынасында мен типа футбольный блогермін. Ол кезде айқай 25 шығып жүрген кез ба? Жоқ, 2019 жыл. Wi-Fi 25 сол кезде. 2019, осыдан 6 жыл бұрын. Айқай 25 жабылғанда Wi-Fi 25 ашылған ғой. Сол кезде. Сонымен УЕФА айтады, бұндай мәселе бойынша негізі бір ай бұрын хабарласу керек. Мен бір апта қалған кезде жазып тұрмын ғой. Так что біз аккредитация бере алмаймыз дейді. Оның бәрі уже орын занят. Черный списоктасың. Сонымен мен сонда да билет алып қойғанмын ғой енді. Бардым. Барғанда, короче, 2 күн бұрын Қазақстан Кипр ойнайды. Қазақстан Кипр, 2 күннен кейін Қазақстан Бельгия. Кипрді мен матч қараған жоқпын. Мен разведка жасадым. Стадионға кіріп алдым да, так, қалай мына жерде жүруге болады. Мен әлі ана үйтіп түсіремін деп жүрмін ғой влогты. Қарадым, бүйтіп қарап алдым, точкалар анықтап алдым өзіме, окей. Сонымен Қазақстан Бельгия ойнайтын күні енді түсіретін Қазақстан каналы ғой. Операторлардың бәрін танимын. Сонымен барам, жігіттер осындай тема бар. Қалай істесем болады деймін. Біреу айтады, мен неге түспеймін стадионға. Мен мына жақта жүрем. Үстіне киетін бар ғой. Короче, стадионға съемкаға рұқсат етілген не болады? Манишка береді, специально. Пресса деп тұратын ба? Иә, пресса, еще камераны несі тұру керек, бөлек бөлінеді. Соны береді маған. Мәссаған күшті деймін. Алам, еще біреуден бейдж алып алам. Жаңағыдай рұқсат етілген. Оны киіп алам да, кірем кәдімгі стадионға. Ешкім тоқтатып отқан жоқ қой мен. Қарайым, кімдер не жасап жатыр. Бірінші Қазақстан құрамасы разминка жасап жатыр. Мен камерамен кәдімгі поляда жүрмін бүйтіп. Алар бүйтіп қарап қояды маған. Түсіріп жатыр, мынау қуат, мынау тағы бір Исламхан деп. Сосын неге бардым, скамейкаға. Бүйтіп қарап бір түрлі қарап отыр ғой. Камера жоқ болса просто. Фишка. Фишка түсіреді. Алло, Назарбаев дейтін бар еді ғой. Сен телефон сөйлесіп тұратын. Нұрсұлтан Назарбаев. Бүйтіп жүр. Сонымен Еркен көзім елестеп кетті. Камера ештеңе жоқ, бүйтіп жүреді. егер алыстан қарасаң, анау тура сондай көрініс. Жақындаған адам ғана көреді. Негізі поляға шығуға болмайды. Болмайды екен. Мен мынаның буы басып кеткен ғой менде, мен бәрін істей аламын деген. Сонымен скамейкаға барам. Ол жерден аштырам, мынау аптечка не бар, түсіріп жүрмін мен. Бірақ та Бельгия шығып жатыр. Бельгиядан сол кезде Лукаку мен Де Брюйнеден басқасын бәрі келген ғой. Эден Азар болды ма? Эден Азар, Куртуа, Вицель, тағы кім бар еді? Бәрі, Дрис Мертенс бәрі. И Бачуай. Иә, Бачуай. И олар неден шығады ғой былай? Поляның ортасынан шығады ғой. Мен ортаға тұрып алғанмын ғой. И бүйтіп тұрмын. Алар кәдімгі бүйтіп өтіп жатыр. Өтіп жатыр. Еще бүйтіп қарап қояды. Шамалы футбол басталды ортасында. Топтың түсіріп жатырмын кәдімгі. Души түсірдім мен. Прям вот судья свисток беретінге дейін жүрдім ана жерде. Былай да жүрдім, былай жүрдім. Еще план бойынша былай ғой. Қазір матч басталған кезде ортаға жүгіріп шығамын деп. Екі барадан екеуінің артына біреуіне кетемін деп тұрмын. Сен берем деп ойлады. Сөйтсем, бір европейский екі шал бүйтіп қарап тұр да бұрышта. Еще мені көрсетіп бірдеңе. Құрдастарыңыз. Иә. Бүйтіп қояды. Құрдас. Мен мынаған сеніп тұрмын ғой кәдімгі. Маған сеніп тұрмын. Оғыт бүйтіп. Иә, ойбай енді. Анау еще берген адам айтты, мынаумен любой жерде жүре бересің деген ғой. Киіп алып жүрім. Бірақ та қарасам, уже командалар уже поляға шықты, судья не істеп жатыр.
свисток беруге дайындалып жатыр. Мен уже кетіп бара жатырмын былай воротаның артына қарай. Дайындалып жатқанда сөйтіп деп ұзақ қалды ма? Жарайды. Скамейкалардың жанынан воротаның артына қарай кетіп бара жатырмын. Сөйтсем артынан федерацияның адамы кәсімжалары жүгіріп келіп жатыр бүйтіп. Кет дейді да. Иә, воротаның артына кетіп бара жатырмын деймін ғой. Алыстан бүйтіп тұр ма? Иә, жоқ, жүгіріп келіп жатыр, еще андай құр деп жатыр ғой. сөйтсе билеп отыр. Қасында билесе Құлағында наушник болса. сөйтсе вообще саған қатысы жоқ. Это трек качает. Көшет бойында андай нелер тұрады ғой, рекламный нелер. Бүйтіп па. В общем, келеді да, брат, короче, сені федерацияның адамы ма? Иә, брат деп тұр ма сонда федерация? Шақырып жатыр деді ма? таныс қой енді. Жұмыстан шығып кетпейтін шығар ол. Шығып кетті содан кейін. Жалпы басқа жаққа ауысып кетті ғой. Сені УЕФА-ның делегаттары көріп қойды. Мен еще мировой трансляция кетеді ғой енді. Мен камераға түсіп қалғанмын ғой, поляда бүйтіп жанында бүйтіп жүргендіктен. И сіздің бәріне Чиферин айтқан ғой. Наугум деген ғой Чиферин. жоқ енді жаңағы аптечка бәрін бүйтіп қарап жүрген ГМБ деп ойлап қалған шығар бәрін. жоқ, ана жерде мынаны кигеннің өзінің несі бар екен да, жүретін жерлері бар екен. Сен сонымен жүрген кезде сен тексермейтін бе еді? Иә, мен байқалмай кететін едім ғой. Мен общий журналистер жоқ ғой, фотографтар. Мен сол талпамен бірге жүрген жоқпын ғой. Менде импровизация кетіп отыр. Мен айтып отырмын, мынаған сендім да мен. Типа чуть-чуть не кетті ғой мен қазір. Тәкаппарлық кетті ғой. жоқ, андай ешкім білмейтін нәрселерді көрсетем деп түсіріп жүрмін ғой бүйтіп. Асыра сілтеп кеткенсің ғой. Қатты кіріп кеткенмін ғой. Мен өмірімде осындай шанс берілді, мен пайдалануым керек деп. Ана фотографтар нелер олар екіге бөлінді кәдімгідей бүйтіп. Екі жаққа воротаның артына кетті да. Мен әлі до конца кеткен жоқпын бүйтіп да. Енді қай воротаға барамын деп бүйтіп ойланып тұрып кетіп бара жатқан. Ана қуып келіп отыр бүйтіп. Сен Бельгия жаққа қарай кеттің ба? Жоқ, Қазақстанның воротасына ма кеттім, чтобы қазір сол жаққа гол кіреді ғой деп па? Примерно сондай немен ғой. Гол кірсе осы жаққа қарай кіріп қалуы мүмкін. Әдемі гол түсіріп қалу керек деп фишкамен. Сөйтіп келеді, сен, короче, көзге түсіп қалдың. УЕФА-ның делегаттарында сұрақ, короче, кім мынау? Кешке не істейсің десе. жоқ, Сенегалдың астанасы. Болмаса кеттің деп. Сонымен мен айтамын ғой, анау мен әлі проблема көріп тұрған жоқпын. Айтамын, брат, типа қазір воротаның артына Өйткені кетемін. сіз өзіңіз проблемасыз ғой. Воротаның артына кетемін деймін ғой. Жоқ, Көрмейсіз ғой. вообще стадионнан шығып кетсін деп жатыр дейді. Типа бұл біз үшін үлкен типа штраф болатын нәрсе, типа посторонний адам жүр. Енді сонымен не істеймін деймін ғой. Мен брат, мен таныс болғанға айтып отыр. Мен сені стадионнан шығармай ақ қоймын, просто представить баратын жаққа, отыратын жерге ғана бар. Сол жерде арқан тұр. Арқан еще стульчик бар. Биік келдік десең. Лукаку ұстап тұрады. В общем, короче, ешқандай не болмас, осы жылы жауып қойсылақ, просто поляға түспей ақ қойшы деді. Сонымен мен шығам. Стадион толық болды ма? Иә, еще фанаттар жүр ғой, мен әлі матч басталмаған, фанаттар біреу таниды, біреу не істейді, мен еще андай қылып тұрмын ғой бүйтіп. Чуть-чуть тәкаппарлық неғып тұр ғой. Бәсе бағана айттым ғой сол. жоқ, мен андай қылып тұрмын. Типа мен түсірген контент эксклюзив болады. Типа сендерді мен мына жақтан көрсетемін деп ойлап тұрсың. Иә, мен уже монтаждап қойғанмын ана видео, мына жерде монтаждалып тұр. Енді күшті нәрселер түсірілді енді, ойлашы. Арасында Райымның клипі бар. Азарды, Куртуаны былай түсірдім ғой, татам тұрдым бүйтіп, максимально мен жерге жақындатып ше. Енді ана Брат, туалет дейсің бе? GoPro-ның объективі мен көздің объективі бірдей келді ше, размері. кәдімгідей максимально енді 40 минуттық материал түсірілді ана жерде. Матчқа дейінгі 40 минут материал түсірілді. Сонымен кетті. Мен пресса жаққа кеттім. Вообще настроение жоқ уже. Сон біткеннен кейін ана жігітке барамын ғой. Әлі мен түсініп тұрған жоқпын ғой, мен қалай байқап қойды деп ше. Сөйтсем, былай жүргенімде, былай түсіргенімде, аптечканы ашып, еш нәрседен подозрение туғызбағанмын ғой. Бір-ақ нәрсе подозрение туғызған. Манишканы теріс киіп алған екен. Теріс киіп алған, из-за этого уже непрофессиональный екен көрініп қалған ғой. И просто олар ойланған. Может, проф шығар деп ше, просто қателесіп кеткен шығар деп. Бүйтіп қарағанда, анда бүкіл несін бәрін отслеживать еткен, так, мынау ана нені біліп тұрған жоқ правиланы. Қазір мынадан кейін мына жаққа кету керек. Протоколды білмейсіз. Протокол білмеймін. Потому что бардым, мына жаққа бардым, манишканы алдым да кіріп кеттім. Сөйтсем, чисто мынаны теріс киіп алғандықтан көзге түсіп қалған ғой. Подозрение содан кеткен. Бұл
болған оқиға дейтін киноның жарнамасы ғой. Иә, продвижение ғой. Нешесі күні шығады? 9 октябрь күні Қазақстан бойынша шығады. Бүкіл кинотеатрда. Иште супер. Сол уақытқа байланысты бізде де жарнама бар. Демек, оған дейін шығады ғой. Иә. Бізде 11-ші жаңағы Қазір эфирде қойшы прямой. 11-ші қазаннан бастап Айтпақшы, не бұл жерге келіп өзінің несін жарнамалауға болмайды. Жоқ, бізде кино емес. жоқ ол біздікі емес. Онда айта бер. Бізде бүйтіп қалып кетті ғой осылай. Осылай қалып кетті ғой. шынымен болмай ма? Бізде бір гала дейтін жігіттің проектісі бар. Интеллигентный қол дейтін. Дархан донер ашып жатыр еді ғой. 11-ші қазаннан бастап Қазақстан бойынша интеллигентный ақыл гастрольге шығып жатыр. Бірінші рет 3 жылда. Сол себепті Молодцы. рахмет. Сол Олай ма? біздің билеп жатыр концертке Қазақстан 11 қаласын аралаймыз. Билеттеріңіз мына камера ма, мынау ма бірақ? Мынау Екеуінде де айта берсең 2 видео болады. Қай камера, на камера, Қазақстанның қалаларында интеллигентный ақыл өзінің жеке концерттерін береді. Билеттер Тикетон сайтында? Schodим.com сайтында. Schodim.com сайтында. Біздің әріптестеріміз Қар күйіп кетпесін деп тілеңдер енді. Иә. Аралда бізде КВН дейтін нәрсе жат ұғым ғой Арал үшін сол моментте. Андай типі біздің ауылда бәрі районмен жүреді, короче. Ал сен сахнаға шығатын болсаң, сол уақытта ол западло, короче. Еркектердің тірлігі емес, короче, жасайтын. Сонда сен қыз текесің. Егер сахнаға шығасың болсаң. Иә, сахнаға шықтым. Жарайды десең. Мен сені түсінемін десең. Біз Галюк екеуміз всегда мектеп кезден бастап екеуміз всегда не ойнаймыз, қарсы ойнаймыз бір-біріміз мектеп кезден бастап. Команда, оның командасының аты Ыржи. Атымен күлдіріп бастаған ба? Атымен күлдірген ғой. Шамал бұйрық бар ма? Олар нормально ғой. Күлкіге бірдеңе ұйқасады ғой, Ыржи дейтін ше. Біз жас стар. Жас астар? Суперстар деген сияқты. Суперстар деген. Бірақ былай айтқанда жастар деп айтылады да. Иә. Былай не істеңіз жас стар. Эмблемалары бар еще. Мағына ғой. Бүкілеттері бар еще. Өзіміз салатымыз бар. Баяғыда буклет дайындап сол ойында команданың өзін шынымен де ол прикол емес. Кеш бар ма? Буклет бар. Бір фото жетпей қалған ғой. Қалғандарын қандай өзінің стандартқа сай өзінің бір ережелері болып тұр ғой, біз до конца қарамаған болып тұр ғой. Сол бір фото жетпей қалыпты. Соған төрт қойып отыр бір жюри. Командный фото болу керек ішінде. Бүкілеттері толық емес, сол үшін төрт қойды. Қанша күлдірсең де ма? Қанша күлдірсең де ондай болмайды. И не істедік та, өз КВН ғой сол уақыттың. Біз прикол ойнап тастаймыз, әзілдер сол кезде. И арт жақта Галюктер сол приколдарды сызып отырады ғой, короче. Көбісі шығарып қойды, артта сол. Сонда ол сызып отырады. Жаңағыдай андай прикол болды да, КВН біздің ауылда сондай районский ғой. Енді біз ауылда КВН өткіземіз всегда. Өткізіп жатқан кезде районның балалары өздері отдельно отырады. Жаңағыдай. Сәл арт жақта. Сәл арт жақта. Жюридің артында районның балдары. Жоқ, солар жюриде отырады десең. Бұрышында отырады да, и командана бірінші дауыс шығады. Брачкалар ғой ойнап отырған. Көшеде болған оқиға деп кетіп қалды бірінші дауыс. Залдан біреу. Қай жақта болған дейді деп қылмақшы ғой еще. Қай жақта болған дейді деп еді. Ана не КВН ойнап жүрген балада тоже районмен жүреді. Ол қайтып келді ма? Қайтып келді да. Көшеде дейді. Бізде андай екі КВН болатын андай. Типа Кта Жайдарман деген сияқты ғой, бірақ Жайдарман Тосанның лигасы. Есен ағаның лигасы. Кта болады, Жайдарман болады, и Дом культураның ұйымдастыратын КВН болады. Андай бір рет Дом культураның ұйымдастыратын КВН-не біз ойнаймыз деп қатысамыз дедік та, и барсақ жаңағыдай фанфар ойнады да, екі жаққа ашылды ғой, сәукеле келген сол Дом культурада жұмыс жасайтын үлкен сәл толықтау апай сәукелемен жаңағыдай қазақи киіммен, оюмен бүйтіп атып шықты да,
квенімізді бастаймыз деді ғой. Ол сөйтіп шықты, содан сәлемдесу болды, бәрі сәлемдесіп ойнап жатады да. Ал енді өздерінің биатлондарымен дейді ғой. Биатлондарды талқылау қылып әр команданың беті биатлондарды жеке-жеке оқып тастады ғой. И соның жүрегі балық көтерді, короче. Сондай история болған. Енді әр команданың өзінің дайындап келген буклеті бар деген нәрселер де кіреді ғой, получается. Бәрі кіреді соның ішіне. Донкультураның ұйымдастырған КВН бар да. Маған бұл жерде қатты өткен буклет болды. КВН-ге буклеттің не қатысы бар деймін да? Буклет андай қалай айтып сол заманның бір хиті болды ғой енді. Күзгі бал. Ашық сабақ болса да, Жігіт күзгі бал сұлтаны. болса да, әр буклет дайындау керек. Жігіт сұлтаны ше. Бізде оңтүстік жақта қатты болды сондай нәрсе. Не ол? Ашық сабақ болса да, күзгі бал болса да, буклет дайындап келу керек. Буклеттің плакат па жаңағы? Буклет жоқ, буклет голубой цветті болады. бүктеліп тұратын мынандай нәрсе. Баян сияқты ғой, баян. Жинала салады баяннан, не ашады да бүйтіп соның үстіне қойып қояды. Короче, жюрилер отырады ғой жаңағыдай. Сол енді, например, 9 класс дейді. Мысалы, мектепте оқыған кезде ашық сабақ бірдеңе болады. 9 класс өздері тамақ дайындап келеді фруктыдан. Сөйтеді да, и салафаннан көйлек дайындап келеді күзгі. Жапырақтардан андай. Классика ғой. Сөйтеді да, иә, салафаннан и соған жапырақтар жапсырады, короче, андай сап-сары жапырақтар андай ше. Жасыл жапырақтар алмайды, потому что күзге жатпайды ғой, короче, тек сарылардан андай ше. Сөйтеді да, и буклеттер дайындап келеді, короче. Оны қолмен жасайсың ба әлде кәдімгі? Қолмен жасайды кәдімгідей. Өзі базарда сатылатын онда буклеттер бізде. Сен буклеттер, көк буклеттер болады да, соның бетіне ақ қағаз жапсырасың андай несіне. Соның үстіне кәдімгі жасаған жұмысыңды жапсырасың. Ол буклетке еще андай бірдеңені клеймен жапсырасың. Сол буклеттерге. Ол бөлек бағаланады. Ол еще мынау екі жағынан жабыстырылады ғой қағаз. Мына жерлерін изолентамен бүйтіп не істеп шығасың. жан-жағын Цвет әйтеуір. Ол еще любой буклеттің сырты шүберек болатын ғой. Болды ма сендерде андай матовый қылып шүберек те сырты матовый. Енді буклетке базарға ақшасы жетпегендер үйден кардоннан жасайтын соны. Кардон алады да, сен жағына изолента жасайды да. Мен тура айтамын. Ақша жетпегендер дегенге мен намек таптысың ғой, яғни мойындаймын. Конкурс деген деген басыпсың ғой да. есіме түсіп кетті. В общем, мен бір типографияда істедім да. Принтер болып десе. 3D. Сол коллективта 7 мамыр дейтін мереке болды да жігіттердің арасында. Жігіттерге Мейрамға. Жігіттер мейрамы ғой. И жігіттердің арасында коллективтағы конкурс болды. Өз өнерін көрсету керек. Жігіт сұлтаны ғой енді. Сол коллективтағы жігіт сұлтаны. Ол жерде қыздар да жұмыс жасай ма? Қыздар да жұмыс жасайды, бірақ та білмеймін, біздің мереке бола тұра, біз өзіміз қатысып жатырмыз жаңағы дүниеге. Қатыспасаң, отдел кадров ренжиді. Ол ренжісе, мен қатты ренжимін. Оны ренжітпеу керек, в общем. Сөйтіп бізде енді әр отделдан деп бір 4 отдел болдым, 4 жігіт шығамыз. Мен өз отделымнан шығам жаңағы, типографиядан. Мұндай турайтындар. Мынандай мен. Білмеймін, бір 4 конкурс болды, в общем. Біріншісі таныстыру. Енді ойлайш, ол кезде мен где-то 25-тен ба, 25-тен. Таныстыру шығару дейтін бар еді, жазып соған класс өздері таныстыру. Таныстырсам өзімді деп бастайды. Осындай мөлшер таныстыру керек, таныстыру әртүрлі болады. Өлең жазып, немесе өз сөзіңмен деген сияқты. Сен 25-те, значит, уже альянстың несі бар. Опыт бар. Кеше сол альянс ойнап жатқан кезде сен сол жақта жұмыс жасасың. По-моему, соңғы сезон. Сен университет бар, альянс алып келе аласың. Жоқ, олар семейде, мен Астанада тұрамын ол кезде. В общем, екінші конкурс есімде жоқ не екен. Үшінші конкурс өнер, әдеттегідей. Төртінші конкурс силовой деп тұрды. Силовой конкурс деді. Мүмкін отжимания, мүмкін бірден көтересің. Ол қыздар секрет деді, короче, бізге. Ойбай. Қыздардың ұйымдастырған силовой. Жігіттерге 3 конкурсқа дайындалуға мүмкіндік береміз. 4-шісін сол кезде көресіңдер дейді ғой. Жақсы. Бірінші конкурс кетті, екінші конкурс. Мен примерно түсініп жатырмын айырып жатқанымды. Әр конкурсқа максимально 5 балдан береді. Отдел кадр бүйтіп отырды да. Силовойға шейін сен бірінші орынға кеттің ғой. Силовойға дейін бүкіл жерден, бүкіл конкурстан 5-5, ал екінші орын алған адам қатысып жатыр жалпы? 4 адам. 4 адамға 4 конкурс. 1 балл қайталанбау керек. Саған 5 көтерсе, келесіне 5 қойыла алмайды. Менде максималка болып тұр. Иберовидение системасымен қойылған балл. Сөйтеді, менен кейінгі адам бір 4 ұпайға қаттай келе жатыр, 11 ұпаймен тұр. Мен, ұтып жатырмын деген сияқты. Мына 4-ші конкурсқа қатыспай қойсам да болады деп тұрмын. Мен ойлап тұрмын, 4-ші курс ол силовой, не болады білмеймін, бәрібір. Бірінші орынға 100 000 теңге ма,
даже бір 200 мың теңге сондай. Призовой фонд 200 мың, бірінші орынға 100, екінші орынға там 50. 60, Екінші орынға 200 мың. 60, одан кейін 40. В общем, мен 100 мың теңге дәмеленіп тұрмын. Есептелмейтін адам істесе да жарысты ше, бірінші орынға 100 мың, екінші орынға 200 мың, үшінші орынға 300 мың. Бұл Евровидение Ақшалар қайталанбау керек. Сөйтіп мен ойлап тұрмын, мен наверное қазір ұтамын деп. И ана қыздар тұрады да, в общем, силовой дегенге олар бір аппаратура, короче, бір андай турник болады ғой айналатын. Сондай заказ бермекші болған екен. Кім ұзақ тұрады сол ұтады деп. Ол аппаратура қымбат болғаннан кейін импровизация кетеді де, кім көп отжимание жасайды дейді ғой, короче. Мен дәл топпын ғой бағана. Точка. И кім көп отжимание жасайды, сол ұтады дейді. Так мен ойлап тұрмын. Дальше, что было дальше? Иә, 11. Енді кім көп жасайды, сол ұтады дейді, ол логично ғой. Жоқ, енді қара. Кім көп жасайды, сол ұтылады десе жаман ғой. Ja, мен бүйтіп санап тұрмын ғой. Даже если жаңағы 11 очко алған адам 5 алса, мен соңғы орын алсам да, там екеуміз тең болып қаламыз. Но мен точно біліп тұрмын, біреуден көбірек отжимание жасайтынды. Очевидно, томпақтысы бар да ол жерде. Минимум мен 3 отжимание жасағысы келсе жасай алмайды. Просто тұрады. Мен болды миымда ұттым деп тұрмын. Ал бастайды, жаңағы аға келеді, жастардікі ғой, жастардікі дей салды. Мен өзім 4-ші орын ала берейін деді. Өзі 2 балымды алдым деді. Сосын келеді де, екінші жігіт жасайды, ол где-то 15-20 жасады. Мен отжимание ұрып жатырмын. Где-то 30-35 жасадым. 35? Иә? Отжимание жақсы жасаймын, кстати, әлі күнге дейін. Әлі екінші орында келді десе. Жаңағы соңғы 11 очкомен тұрған жігіт Дәу. качкаға баратын бала ғой. Дәу ма? Дәу. Футболка тыртысып тұратын ғой өзі, мынандай татуировкалары бар. Бә, анан отжиманиясы там. Их где-то 30-дан асқат менің жасаған количествомнан кейін 35 болса, олар 35-тен бастап қыздар хорым санап бастайды ғой. 36, 37, самооценкасы есінен анда қашан шығасың ба? Анау бар ғой, 70 па, 80-ге барады ғой. И арғырай саған қарап істесе бейті. Қызыл болып кеткен, бірақ та жаңағы ана қыздарын шабыттандырып жүреді онан. До конца істейді қолы талғанша. Уже күш бітеді ғой, Иә, жарғы. отдел кадров тұрады. Енді мен ойлап тұрмын, мен 2-ні алып тұрмын. Кадров отдел жоқ кетті. Тұра алмай қалсын. Жүрегі ұстаған жер. Отдел кадров тұрады. Марқұм бірінші орын алды десе. Еще марқұм. Енді бұл конкурс соның еске алу кешіне айналып. Жыл сайын сол қайтады. Сол боклетпен көмсе. В общем, отдел кадров шығады андай шабыттан шығып тұрған түрінде бір идея бар екен көрініп тұр ғой, короче. А давайте дейтін ба? Әлі қинасы. Конкурс өте қызықты болды ғой, иә қыздар дейді. Короче, қандай күшті болды. Еще ана соны ойлап тапқан. Айттым ғой сендерге, айттым ғой дейді жаңа қыз ше. Біз мынандай шешім қабылдадық дейді. Жюриде өзі бір 4 әйел отырып алған өздері. Біз жюримен бүйтіп Конкурста шаруасы жоқ, әңгіме айтып отыр. Иә. Мен бірінші орынға дайын тұрмын деді. Біз в общем биттік дейді. Дарханда 15, жаңағы жігітте 11 очко, анада там осындай. Біз бүйтіп шештік дейді. Кім қанша отжимание жасады, сонша очко қылып санаймыз дейді ғой. 86 очкомен мен 47 мен короче қалып қаламын ғой, 2 есе. Сөйтіп ұтылып қалғансың ғой. Өліп ұтылып қалдым деген осы ғой. Сенің не только самооценкаң, ар, ұят, намысың бәрі таптап. Уақыттай далаға кеткен. Иә, ана жерде бәрі қуанып отыр менен басқа. Жоқ, ана жердегі жюрилар халықтың эмоциясына беріліп кетті ғой. Иә, ана жігіт шоу жасап санағанға, шоу жасап тастағанға бәрі соған риза болды да. Жеңді ғой, 1 очко емес деген сияқты, 4 очко емес, может 4-інің арасында 4 очко. Кәдімгі полный бере салайық деп. И ана жерде бірінші орын алып тұрған сияқты болып тұр да, и мен бірге недостоин сияқты болып қалдым в общем. Хотя мен енді 3 конкурста өз өнерімде өлең шығарам кәдімгідей. Ана гитарамен бар ғой, қиналып, оны жаттаймын, короче. Анау түк істеген жоқ өз өнерінде. Айтып тұрмын ғой, далаға кеткен. Ол гитара өзі ойынан әдемі шығарып отырса, ана жақта емшегін қозғап тұрған. Енді качок жігіт ол конкретно айтқанда қыздардың көбіне ұнайтын бойдағы жігіт болады, качок қой енді. Ана майысып, тәтелердің өздері майысып қалады ғой. В общем, ана бірінші орынды бергілер келді ғой.
сол конкурстан кейін ба? Отжиманияның идеясын сол жігіт берген болса, турник қымбатқа түсіп жатыр десе. шыға салып сразу отжимание іздей салу Жоқ, керек или ғой, аны не істеді? Секрет болады деді да. Төртінші жігітке барып, негізі қандай не істей аласың деп ше? Сұраса одан. Мен отжимание жақсымын. Секрет, хорошо. Оныншы конкурс, отжимание. Нарды десе. Жоқ, мен мынандай нәрсе күттім негізі. Мысалы үшін сен айттың анау 80-нен асырды уже шаршады бітті деп ше. И сен 35 кәдімгі в легкий ұрып тастадың ғой енді. Мен ойладым, енді супер финал деп қайтадан отжимание жасап, анау шаршап қалды ғой енді. Сен ұтып кетеді. Сен ұтып кетеді. Мен сондай нәрсе күтіп отырдым. Просто бұда качок емес қой денесі. Сода ғой мәселе. Мен ондай да ойлаған жоқ. Мен бірінші 100 теңгені миымда ұстап жатырмын ғой ақырындап. Оны уже жаратып жатсың миыңда, иә? Иә. Сен сөйтіп екінші орынға алған ақшаңмен фитнеске жазылдың ба? Жоқ, сен үш конкурсы сен ұтып бір конкурста ана ұтқаннан кейін хотя бы По бүйтіп идее, әділдік болу керек, әділдік жоқ, болу енді керек. просто анау вообще сол отделда, сол Отдел кадрдың атын айтшы. андай не болып тұр ғой, короче, в общем. Нұрболға сотқа беріп. Сәл краштау болып тұр ғой Иә, сол. негізі, иә. Бәрі соны денесі Эмоция өліп кетті. Анау шоуда бар ғой уже. енді Айтты ғой, 70 отжимание дейтін ол негізі. мықты ғой негізі. 70 Мен Дархан отжимание. қасында краш емеспін, Дархан краш. Мен өзім түрімді Дарханнан төмен қоямын, всегда. Ол кезде ой өрісің төмен болған болып тұрмасын да? Ой, ана Гелдос күшті айтып тұр жаңа. Жоқ. Бүйтеді, басында келіп сразу конкурстың басында ол 85 отжимание жасап төгіп кетті дейді да. Сосын бір жинап кетіп қалады 100 жасапты. 100 мың жаңағы бітті ма не мен бара берейін бе деп. Сосын білеміз ғой, турник андай подвесной турник кім ұзағырақ тұрады дейтін сияқты мен санамақшы болған ғой. Ол турниктің келуі, в общем, қымбат болып кеткен ғой. Турник тапқан бірақ айналмайды дей ма? Оның доставкасы бар екен, газельмен, грузчиктер дейтін, дворға шығу керек. Мен бірақ сен ең басында осы турник туралы андай нені таба алмады ғой дедің ғой, мен ойладым. Екі адам екі шетінде бүйтіп темір ұстап айналдырып тұратын же. Мен де уже сондайға кетіп қалған ғой, ойым жетті атап. Екі адам айналдырып тұрады. Жоқ, если мысалы сен айттың ғой, төртінші силовой конкурс деп. Мысалы үшін қандай спорттың түрі болса сен ұтып алуың мүмкін. Жоқ, ана жерде ол 5-ақ очко алушы еді. Ұзақ тұрса да, ол 5-ақ очко тұрады. Мен там екінші орын, үшінші орын алсам да сол күш жүріп тұр ғой. Отжиманияны очко қылдырып тастап тұр ғой олар. Получается, әр конкурс 5 отжимание болып тұр ғой. Ана баланың расписаниясын өміріндегі өмір сүретін расписаниясын қарасаң, отжимания деп жазылған жаңағы. Качалка, пресс. Блин. Вот это 3 раза повтори, и спина не болит. Блин, ол өте қатты күлкілі. Өйткені бар ғой, не ғой? Опасно. Опасно. Сонда тартылғанбыз жоқ. отдел кадрда істейтін тәтелер бар ғой. Өзіне качок жігіттерді алып Отдел алады. кадрда істейтіндер анда конкурс ойлап табатындар бар. Опасно. Сен конкурс жоқ. Қасқан жоқ. Төртінші адам болса ең басында жастар өздері қатыса берсін деген, сол мужик болса. Жалпы біздің кино әлеміне бірінші рет кіріп жатқанымызды білесіздер. Екеуміз де енді актер режиссер мамандығында оқыдық, ана көп адам түсінбейді екен бұлар киноға не қатысы бар деп, бірақ сол жерде оқыдық. Режиссер ада дебют. Бірінші рет. Бәсе. Сендер кәдімгі таза өз мамандықтарың бойынша енді сонда кіріп жатсыңдар ғой, иә? Енді қолға алып жатырық. Жалпы кино сферасында жалпы енді біздің түрімізге қарап болған оқиға фильмімізден не күтесіздер? Әлі ешқайсыңыз көрген жоқсыздар бұл киноны, иә? Жоқ. мен Не күтесіздер? Ойларыңызша бұл кинода не болуы мүмкін? Трейлер, тизер ештеңе шыққан жоқ, иә? Ештеңе шыққан, постер да шыққан жоқ. Онда Бірақ Инстаграм неден көрген шығарсыздар? актерлік құрамды білемін мен. Нұрсұлтан Үсенов бар. Иә. Жамбо братан бар, иә? Аха, Келінжандағы ене ма? Иә. Ене ғой. Лейла ханым бар. Иә. Зарина Кармен бар ма? Жоқ. Сосын Баконай мен кім ғой, Ұлбосын. Баконай мен Ұлбосын бар. Сосын Мерей деген актер бар театрдан. Мен енді атауына қарап былай ойлап отырмын, бір белгілі бір ауылда болған оқиға желісімен түсірілген, и соңында сендер сол историяның геройларын бүйтіп таныстырасыңдар. Ауылда тринк ойнайды десе сол ауылда. Шимен бар. Мынау старшак, мынау шалдарды. Сен үшеу ең соңында отжиманиемен жарысың. Сөйтіп ойлап отырмын. Сен келесің мен ары қарай отжимание жарысып. Негізі бұл өте қымбат кино болып шықты. Неге қымбат десеңіздер, елдің бәрі бағанағыдай
ауылға барады, бір локация, екі локация, или үш локациямен түсіреді ғой. Бізде 30 қанша? 40 локация болды. Почти 40 локация болды ғой. Қаланың ішінде. Сыртта да бар, но бірақ 40 локацияда түсірдік. Мен көрген ТикТокта әйтеуір үйдің ішіндегі нелерді ғана көрдім. Жоқ қандай ғой, короче, көп фильмдер, например, ауылға кетіп қалып түсіретіндер сол да. 3 локация болады, шығын аз деген сияқты. И бізде енді қалада түсірейік, мақұл, енді вообще қаланың өмірі ғой деп сценаристер жаза берген, так мияқта болады деп сценаристер жазған. И соңында уже енді жазған бойынша локацияларды санаймыз ғой. 40 локация шығып тұр ғой, ойлашы. 40 локациямен келісу бар, во-первых. Одан кейін олардың арендасын төлеу бар, например. Паркте түсіретін болдық та, например, сол паркте түсіру үшін 5 миллион. ЖД вокзал. ЖД вокзалдың өзінде тоже целый день алып түсіру үшін, тоже ол кісілерге де андай 3 адамға хат жазасын. Бірінші ол біреуі қабылдап, екеуі қабылдамай қалса. Сәлем вокзал. Сәлем вокзал. Қалайсың сәлем? Мен автовокзалмын ғой. И бағымызға орай сол крупный қатты Автовокзалда түсірдік дейсің. Сол локациялардың барлығы бізге бағымызға орай тегінге шығып кетті, короче. О, супер күшті. Фильмге. Бірақ болған оқиға ма? Егер бірақ фильмде бізде бір емес, бір 3 оқиға бар болған. Сол 3 оқиғаны байланыстырдық, шиеленістірдік, короче. Сол байланыстыратын жерінде авторлар, сценаристер бағанағыдай не істеді ғой, бүйтіп идеяны ортаға тастадық. Ош маңдай ғой, енді 3 линия қатар жүреді деген сияқты ше. 4-ші линия қосады, ошым андай шиеленіседі ғой, короче. Бірақ барлығы болған оқиға өмірде. Күшті. И сол үшін типа фильмнің атын болған оқиға деп қойған немізде бар. Атау күшті екен. Атау күшті, болған оқиға дейді. Болған оқиға дейтін. Болған оқиға. Ол жаңағы 3 оқиғаның ішінде халықтың арасында тарап кеткен оқиғалардың бірі бар. Ол оқиғалардың бәрі біздің халық өмір сүріп жатқан халықтың басындағы болдар бар оқиғалар. Әлеуметтік контекст бар. Біреу мына басында болған оқиға деп қарайтын болсаң, ол бүкіл халықтың басындағы бар оқиға, короче. Шаш алдыра ма? Примерно Шашалдырастай артынша кепка алуға тура келеді. Мына кино жақсы шықты ма дейді. Кім жазды? Заманбекті жазған жігіттер жазды. Бірақ идея авторы екеуміз. И сценарийдің басқасында болған өзім болдым да, короче. Еще өзің режиссер болдың ба? Өзім режиссер болдым. Дебюте? Идея паркингте шықты ғой. Идея паркингте түнде сағат 1-ден әңгімелесіп отырып бірнеше идея тастаймыз да, ішінен осы идеяға жабысып қаламыз ғой. Осы жақсы деп. Сөйтіп сол идеяны до конца. Жоқ, андай болды, короче. Біз бұны бір андай бірақ оқиғаны, болған оқиғаны ғана шеккен жоқ маған төлейтін. Соны сұрайын деп едім мен шынымен. Екеуің кадрда барсыңдар ма дейді. Колобок жоқ, колобок кадр давай интрига ұстаймыз әрине яқта. Мен бар жоғымда колобок келсе деген. Жоқ, енді мен бір эпизодында ғана бар. Интрига неде десе прикинь. Бар жоғымды бір кезде деген. Андай болды, короче, идея туған кезде негізгі бірақ болған оқиғамен туылған идея. И сөйтіп жаңағы идеямызды қосып келіп, и сценаристерге беріп, сценаристермен қудырып келе жатқан кезде, короче, бір кісінің басындағы болған оқиға тура келіп қалады осы немес ситуациямен. Сөйтеміз да, ол историяны естіп аламыз да, ол кісілерден полный историяны естіп аламыз да. И примерно уже болды, сол историяның арғалай түрлендіру керек болды, короче. Ауыстыру керек болды. Ауыстырғанда жоқ, келді сол историяға. И ана историяны естіп аламыз да, полный историясын. И, короче, ештеңе алып қосар болмай қалады, короче, біздің жазғанмен, короче. И соны арғалай дальше түрлендіреміз, короче. Анау келеді, бір история айтады, мынау келеді, біз шатасып кеттік дейсің. Жанр қандай? Драма и комедия осы. Екі жанр, иә? Трагикомедия әлде драмеди? Жалпы қазақ киносында қазір өзгерістер көбейіп кетті ғой. Кино көрермендердің сұранысы да артып кетті. Талғам өсіп кетті. Иә, әшейін барып деген нәрсемен халықты сен қарата алмайсың. И залды да толтыра алмайсың. Сен халыққа басынан өтіп жатқан нәрсені үлкен экранға көрсетсең, эмоция береді ол. Танитын персонаждар керек қой, шынымен ғой, осындай болған ғой деген нәрсені беретін болсаң, халыққа өтеді. Қазіргі біздің жылата күлдіріп отырып жылата. Кинотеатрларда болып жатқан кинолардың және болайын деп жатқан кинолардың барлығын қарайтын болсаң, ішінде действительно әшейін ха-ха емес. Жоқ, енді осы уақытқа дейін, например, тек комедиямен келді ғой.
енді осы 2024-ке дейін примерно 2024-тен бері қарай уже Жанр основано на реальных событиях дегендер уже көп кіріп жатыр. Қазір енді примерно сондай нелермен кетіп жатыр да, примерно тоже. Я қазір түсіріліп жатқан фильмдерді де қарасаң, и примерно шыққан бір-екі киноларды қарасаң, уже основано на реальных событиях деген сияқты. Иә. И андай ғой, осы уақытқа дейін комедия болып көрді, комедияға сосын драманы қосып көрді да, и сосын бір күні уже экшен қосылды тоже, и уже жаңа трагедия қосылды, жаймен комедияны шығарып жібереміз уже деген сияқты ше. Ары қарай уже бүкіл басқа да жанрларға уже халықтың. До этого кино жақ КВН болып кетті, қазір уже жаймен өнерғандар болып жатыр ғой. Сонымен дальше кете береді ғой тағы. Негізі мен ойлаймын, комедия ешқашан кетпейді ғой. Комедия ешқашан кетпейді. Жоқ, комедия болмай қалса қызғанып шығып қалады ғой енді. Иә, соңғы кездер мысалы қарап отырсаң, мысалы Мағаназар аудар, типа қашан түсірілді ол Мағаназар аудар? 23-те. Иә, 2 жыл бұрын түсірді. Оның алдында төрешің бар мысалы да, ең бір қалай айтып мысалы қазақша бизнес тоже да, бірақ аккуратно арасында бір бойлары бар ғой, әр бойлары бар. Әр нәрседе, бірақ ертең бұл да уақытша деп ойлаймын мысалы ше. Әрбір мысалы 50 жылда ел жаңа дейді ғой, короче, әртүрлі жанрлар бүйтіп сараланып береді да, кім топ, солар қалады. Топ автор. Негізі бұндай не мысалы Кореяда да болған екен мысалы ше. Бұрын чисто комедия түсірілген екен Кореяда тоже. Чисто комедия түсіріп келгенде уже халықтан да тоже осындай, біз халық жазып жатады ғой, комедиядан басқа дым түсіре алмайсыңдар бірдеңе дегеннен кейін. Олар комедияға тоже жаңағындай жанрлар қосқан екен. Боевик қосты, драма қосты, жылататын, трагедия қосты, жаңағындай триллерлер қосты примерно. Сөйтіп енді қазір көп фильмдерінде комедия аз ғой мысалы. Уже кәдімгідей андай шиеленіскен оқиғаларға кірісіп кетті ғой бұлар. Детективный мысалы деген сияқты. Сондайлар қатты өтеді негізі. Мен корейский киноларға жатып алғам ғой, менде. Жатып алып көре берем ғой. Қазір андай Dabik'si күтпеген Dabik болған кинолар қатты өтеді. Киноның дисктері төсеуі соған жатып алған. Диван жоқ үйде десең. Киноға жатып алған ма? Киноның дисктері бар ғой баяғындай. Ертең бұдан да шаршайды, оған анауса бүйтіп былай ғой, мода сияқты ғой, короче, ол да. Бүйтіп келе береді. Енді қазір жылына 100 шақты кино түсіріліп жатыр ғой. Бәрібір жан-жағына қарайды ғой түсіріп жатқандар. Анауындай түсіріп жатыр. И сен оған ұқсағың келмейді бәрібір. Түрленіп бірін-бірін таңғалдырғың келеді. Содан кейін әр жанр не істей бастайды ғой? Апгрейд жаңағыдай бүйтіп бір өзгерістер енгізе бастайды. Біреу хоррормен кірді, біреу экшенмен кірді, біреу қара комедиямен кірді, әйтеуір бүйтіп. Өздерің ойлаған суммадан 2 есе көп табыңдар жігіттер. Жоқ, мен просто Нұрболханнан сұрағым келіп тұр да. Мысалы үшін режиссер болу дейтінге енді екінің бірінің батылы жете бермейді ғой. Сен ол қадамға не үшін бардың? Мотивация ма? Кім берді мотивацияны саған? Сен кімсің? Себеп режиссер болатын сен кімсің? Жоқ, мен мысалы үшін қалай сен? Сондай ұрысатын апайлар болды ғой. Сен кімсің деп. Сен кімсің режиссер болатын? Жоқ, андай болды, короче. Жоқ, мен сұрағым деген амал жоқтықтан ба, әлде ол бастан сондай жоспар болды ма? Короче, бұл фильмді ойластырып жүрген кезде біз қандай режиссер аламыз дегенде ой келді біріншіден. Так, кімді аламыз? Ернарды аламыз ба, Анварды сөйлесеміз ба, или Дархан Сәркенді сөйлесеміз ба, или кім бар вообще фильмді осы историяны күшті қылып шығарып бере алатын деген сияқты. И сол кезде Шерхан бар ғой, оператор. Киносферасында өте танымал номер 1 оператор. Таңшерхан. И соған барып айттық, короче, оператор туралы сөйлесуге бардық қой, мен, короче. Мен үшін Нұрайбек, айтыр. Нұрайбекті танимын ғой. Сөйтіп айттым, короче. Сосын ол сразу айтты, оператор болып келсе, осындай деген сияқты келісейік те, андамда бос шығарсың, боспын деді. Онда бос болсаң ешкімді алмашы, давай келісейік деп жатқан кезде, ол режиссерді сұрады, короче. Кім режиссер деді? Режиссер әлі таппай жатырық дедім, короче. Ананың енді барлығын жұмыстарын білемін ғой, кім қандай жұмыс істеп жүргенін деген сияқты. Сөйтті да ол Шерхан да примерно айтты. Брат, неғып өзің бола салмайсың деді, короче, маған. Шерхан ше? Мен қорқып тұрмын дедім, мен вообще ондай ақыры дебют болғаннан кейін, тем более өзіңдікі болғаннан кейін проект. Сосын, короче, қорқып тұрмын дедім, брат, вообще сценарийіңді бәрін көріп тұрмын, мен қазір уже айтсам ғой енді оған дейін примерно история қандай болатын. Мен көріп тұрмын, вообще уайымдамай ақ қой деді. Маған сен кәдімгі визуалканы, вообще мизансцена несін бәрі маған қалдыр деді, түсірілім жағын деді. Четко қылып шығарып беремін деді. Саған берейін задача деді, актерлармен жұмыс істеді, состояниесін контролировать етші. Болды, брат, мен саған четкий фильм шығарып беремін деді, примерно. Түсірілім жағынан уайымдамай ақ қой мені деді, короче. Горилла алып кешті.
бар деп екі курстың и сосын бір жағынан содан кейін ойланып қалдым бір жағынан нема по идее иә негізі өзімді осы уақытқа дейін уже сфераға кіріп қалдық қой мен уже киносфераның ішіне көріп қалдық площадкаларда болып қалдық деген сияқты. Сосын брат вообще уайымдамай ақ қой деді. Сосын бір жағынан режиссерлердің де бағасын білесің ғой газ деді маған. 10 миллион ғой мысалы режиссерлердің бағасы. Режиссерлердің бағасы 10 миллион. Сосын менде сұрақ бар. Елдос қандай ойда болды, типа мен режиссер боламын деген кезде? Досым. Бұл мені брат ала салмаймыз ба басқа режиссер деген болды бұда. По-любому ғой, мен де сондай ойда болар едім мысалы. Иә. Брат басқа режиссер алайықшы. Әлі де ойлан Елдос десің. Жоқ, киноны көрсетіп қойдым ғой. Иә. Қандай нәрсе болады ғой? Кез келген нәрсені кез келген бағытты бастайтын кезде ар жағында не боларын білмейсің ғой, қараңғы болып тұрады ғой. Инстаграмды басында бастаған кездегідей ғой, например, Инстаграм бастаған кезде бәрі издеваться етіп күлді, қазір бәрі келіп анау қалай, мынау қалай деп отырады ғой. Сол сияқты режиссерантта бастайтын кезде, бұл бастаймын деген кезде мен де айттым басында, может біреу ақыры ақша сабадық, нормальный ақша. Давай режиссер жалдайық. И бұл айтып берді, былай, мен өзімде болғым келеді, көргім келеді. Аяқта мотивация тойып келген мен уже. Бұл да өзінің чуйкам бар. Мен сезіп тұрмын. Иә, сезіп тұрмын, мен алып шығамын. Мына жерде құрып тұр. Карьера болып тұрып. Сезіп тұрмын, мен қолымнан келетін сияқты деді. Енді бізде продюсерлықтан жебейді. Кино әлемінде жалпы біз алғашқы қадамымыз болып тұр. Пан или пропан, көрейік. Егер өтсе, онда біз өте дұрыс шешім қабылдаған екенбіз. Өтпесе, онда бұл да бір сабақ болып қалған екен деген нәрсе ғой енді. Көрейік қалай болатын деп. Зато біз біліп тұрық қой, кино әлемінде кім келсе де бәрі бірінші сынақ келеді ғой. Потому что бұл сценарийді білген жоқ, яғни сценарийдің басқасында өзім ғана отырдым ғой. Сосын уже уверенность пайда бола бастады уже. Картиналар көз алдына елестете алады. Мен уже елестетіп қалғанмын ғой уже. Қанша дайындалдың? Қайда? Жаңағы режиссерлік уақыт бойынша. Тойға. Қайда дейтін. Жоқ, соның алдында бір ай бұрын сөйлестік па, Шерханмен фильм түсіретін алдына дейін. Раскадровкалар жасап. Иә, уже анау сценарий бойынша уже каждый сахнаны үйде жатасың ғой. Уже андай сахнаны ойнатып жатасың ғой, так актерларды көз алдында ойнатқызып жатасың ғой уже кәдімгі. Солай дайындалдым мен. Тамаша. Алла берекесін берсін. Алла берекесін берсін. Сендер ойлаған суммадан 2 есе күшті тауып, маған жинси алып бересің, білесің ғой да? Айтқанмын, егер сен кинода күшті тапсаң, осындай 6 миллиард, 4 миллиард жинасаң, маған жинси алып бересің. Джинси? Иә. Джинси дейді. Джинсимен көмсей сразу. 6 миллиард түсетін джинсимен көп түсетін. Джинсиден жасалған, доллардан жасалған джинси. Нұрмахан, Данияр, Дархан, сіздерге үлкен рахмет, Алла разы болсын. Бұл кісілер енді ютубтың корольдары, біз өзіміз сөйтіп мойындаймыз. Рахмет. Біздің қасымызда инстаграмның королі. Бұлардың енді қатты айтшы, немене қысылып отырсың? Жоқ, бұлардың ютубтағы проекттеріне де кәдімгі рейтинг қосып берген кезім болған менің де мысалы. Сол бізге де үлестеріңді қосыңдар деп шақырғанымыз. Тамаша. Сыйға сый, сыраға бал. Тұрсынбек айтпақшы, рахмет достар. Все, рахмет сендерге.